Махир әкеңе оқ атқан мен дегенде Фарида жоқ сенбеймін, менің көзіме тіке қарап айт, сен атқан жоқсың, неге бұлай өтірік айтып атсың деп қайта-қайта сұрап қоймайды. Неге қылмысты мойныңа аласың, сен нені жасырып тұрсың деп Фарида сұрап қоймағаннан кейін Селим оны сыртқа шығарып жібереді. Фарида сыртқа шыққанымен қайтадан ішке жүгіріп барып есікті жауып алып Махирға жаным маған айтшы, неге аттым деп мойындап жатырсың деп ал Махир оның көзіне тіке қарап тұрып сенің әкеңді мен аттым, ант беремін дегенде Фарида есеңгіреп қалады. Селим де отқа май құйып өзі зорға отырған Фаридаға ол қылмыскер, әкеңізді атқан осы Махир қара. Бағана аурухананың алдында әкесі хал үстінде жатқанда, ал бұл болса далада біреуді итше тепкілеп жатыр екен. Полиция дер кезінде бармағанда оны да өлтіріп тастайтын еді дейді. Дәрігер шығып, жүрегі тоқтап қалған еді, бетін бері қараттық дейді, көп көз жоғалтты, әзірге есін жия қоймас дейді. Фарида әкесінің жағдайын естіп, сол жаққа бара жатып Селимге, тергеу барысында Махир қара әкемді не үшін атқанын айтса, маған дереу хабарлаңыз дейді. Мен себебін білуім керек деп Селим де жарайды, мен сізге хабарлаймын деп ол да қалады. Селим келіп, тергеуді бастайық. Мехмет Сайын Шадоғлуны атқан сіз бе, не үшін аттыңыз дейді. Ал Махир болса, екеуміздің арамыз бұрыннан дұрыс емес еді, ол мені жек көретін. Ал қызы апатқа түскеннен кейін одан әрі жек көре бастады дейді. Арамызды түзету үшін оның кеңсесіне барып, онымен сөйлесейін дегенде мені көріп бірден қызуғанды жынданып кетті. Маған әртүрлі сөздер айтып, жыныма тиді. Қой деп едім, қоймады. Сондықтан да менді қаруымды алдым да аттым дейді. Ол осы сөздерді прокурорға дәлме-дәл айтып береді. Прокурор сотқа дейін тергеу ісі жүргізіліп, сіз қамауға алынасыз деп Махирді түрмеге қамайды. Селим Фаридаға келіп, Махир қараның әкеңізді не үшін атқанын білгіңіз келіп еді ғой дейді. Сол күні екеуі ұрсып қалып, Махир қара ашуға булығып, өзіне ие болмай, қолындағы қаруымен әкеңізді атып салыпты дейді. Кериме ханым Тұрғытпен кездесіп, Махир Мехмет Сайынды не үшін атты, әлде өзіне жасалған қиянаттарын біліп қойды ма екен дейді. Тұрғыт сізге не үшін қажетті дегенде, қызым үшін уайымдап жүрмін. Егер де сол жағдайды білсе, қызым бар шындықты білуі қажет дейді. Ал Тұрғыт болса, қызыңызға айтыңыз, Махирді енді ұмытсын. Ал Мехмет Сайынның кінәсін кім дәлелдеп береді, ешқандай дәлел көрген адам жоқ дейді. Ол бір министр деп. Сонда Кериме ханым, сонда Махир түрмеде шірей ма деген кезде, Тұрғыт сондай шығар, кемінде 20 жыл береді дейді. Исмаил келіп, Махирдің министр мырзаны атқанын айтады. Не үшін атқанын мен әзірге білмеймін дейді. Ауруханаға келген Бюлентті Исмаил көріп, Илкнурдың маңына жолаушы болма, мен өзіме пышақ соқпақ түгілі дауыс көтеріп сөйлеген адамды өлтіре саламын деп Бюлент қорыққанынан қашып кетеді. Исмаилдың адамы келіп, сізді Ясин шақырып жатыр дейді. Тұрғыт Белгенге келіп, мен министр мырзадан құтылғым келген еді, ал министр мырза Махирдан құтылмақшы деп. Ал Белген болса, қолымнан келгеннің бәрін жаптым, мен министрді өлтірдім, ал дәрігерлер құтқарып алды дейді. Кейбір адамдар өлмейді, өзің де білесің деп Тұрғытқа қарайды. Сол кезде Тұрғыт Белгенге Сейд Дурактың ісін береді. Мынау Сейд Дурактың ісі, ішінде Сейдтің берген түсініктемелері бар. Бұны Фарида жүргізсе жақсы болар еді деп. Фарида Махирға қазір ашулы, ал біз бұны пайдалануымыз керек дейді. Қамауда отырған Махирға Ясин мен Сейіс келеді. Сөйтіп Махир Сейіске, министр мырзаға барасында оған былай деп жеткізесің дейді. Мен оны аттым, әкемді бұл жерге араластырмасын. Егер менің ұсынысымды қабылдаса, мен Фаридаға оның кім екенін айтпаймын дейді. Сейіс күзетке ақша беріп, Махирдің айтқандарын екетпей орындап жүруші бол дейді. Ясин Махирмен келіспей, сен мында шіріп жатқанда анау анда жүре бере ма дейді. Ал сол кезде Махир болса, сот процесін күтіп жатырмын. Мехмет Сайын келіп, өзінің түсініктемесін берсін. Мен әкемді бұл ауыр жүктен құтқарайын дейді. Кейінгісін көре жатармыз деп.
Айтын продюсермен жолығуға кетеді. Кішкене маған уақыт беріңіз, жұмыстарымды бітіріп алайын, содан барып ән айтуға кірісемін деп. Ал жылаған қызын жұбата алмай үйде Неждет отырады. Айтын келіп баланы көтеріп, бұлай болмайды, бұған сүт анасы керек, Суеданы өз кезінде үйленгеніңде бұлай сендерді тастап кетпесейді дейді. Сөйтіп Неждет болса, сен не айта алмай тұрсың, мен сені бес саусағымдай білемін. Айтын, мен сенің нақсүйеріңнің баласын бақа алмайды екенмін, мә алып кет деп қолына қызын қайтып береді. Ал Неждет болса осы сөздерге жынданып кетіп, өзім бағам, өзім құласам, өзім тұрам, мен ешкімнен көмек сұрамаймын, мен ешкімге жалынбаймын деп Селимге мені алып кет дейді. Белгин келіп Аднан прокурорға Сейітке қатысты құжаттарды тапсырып кетеді. Бұл жерде Махирдің өлтірілген туралы дәлелдер бар, және бұл істі Фариданың жүргізсе жақсы болар еді дейді. Селим келіп Неждетті алып бара жатқанда, Неждет Айтенге қарап, Селим, біз тезірек кетейік, бір адамдардың аяғына тұсау болмайық, өмірлерін қиындатпайық дейді. Селим, аға қайда барамыз дегенде, Неждет жетімдер үйіне дейді. Селим, аға обал емес па, бұл кішкентай бала ғой деген кезде, не істейміз, үйім күйім жоқ, бұны қай казиноға апарам ба, ол балада емес, ол жақта өңкей содырлаған еркектер, қыз бала, мен бұны қалай бағам деп, сөйтіп олар баланы жетімдер үйіне тапсыру үшін сонда кетеді. Ауруханаға Мехмет Сайын Шадоғлуға Исмайыл келіп, Махирдің айтқан сөздерін сөзбе-сөз жеткізеді. Сотта сізді атқан Махир қара деп айтасыз, оның әкесін бұл жерге араластырмайсыз, ал ол кезегінде Фаридаға сіздің кім екендігіңізді айтпайды дейді. Фарида түрмеге Махирді көруге келгенде, Махир кездесуге шықпай, Фарида қайтып бара жатқанда, Ясинді көріп қалып, мен Махирдан сұрауға келген едім, ол әкемді ашу-ызадан атып тастапты дейді. Бірақ Махир менімен кездесуге шыққан жоқ. Ол менің әкемді соншалықты жеп көретінін білмеппін дейді де, көлігіне отырып еңкілдеп жылап қалады. Ясин келіп, Мехмет Сайын Шадоғлу сенің ұсынысыңды қабылдады, ал сен неге Фаридамен кездеспедің, ол байғұс далада жылап тұрды дейді. Ал Махир болса, жарайды, мен бұл жерден қашамын да Мехмет Сайын Шадоғлуны өлтіремін, екеуміздің біріміз өлмейінше бұл соғыс бітпейді дейді. Ол маған және менің отбасыма келтірген қиянаттар үшін жауап береді деп. Ал Фарида мені бір жолата ұмытсын, мен енді қылмыс әлемнің серкесі боламын дейді. Сот күні де келіп, сотқа барлықтары қатысады. Соның ішінде Тұрғыт пенен Мехмет Сайын Шадоғлу да болады. Махир өз кінәсін мойындап, Мехмет Сайын Шадоғлуны атқан мен дейді. Мехмет Сайын Шадоғлу да Махир екеуі келіскендей, мені Махир қара атты дейді. Барлық тараптардың арыз-шағымдары ескеріліп, тыңдалып, сот үкімі Махир қараны 15 жылға бас бостандығынан айырады. Сот шешімін естігенде Фарида жүгіріп кетіп, кеңсесіне келіп жылап отқанда, әкесі келіп, мен саған басындағы айтып едім, бұл адам болмайды деп, ал сен мені тыңдамаған едің дейді. Жұмыстан кейін үйге кел, сенімен сөйлесетін шаруа бар деп кетіп қалады. Соны келіп Фаридаға басу айтып жатқанда, Фарида Махирдің үстінен тағы бір іс қозғалыпты, оны Сейіт Дуракты өлтірді деп айыптап жатыр. Сот ісін маған қарауға беріпті дейді де, құдайым-ай, бұны қалай жасаймын деп жылап, кабинетіне шығып бара жатқанда Махирді түрмеге алып бара жатқанын көріп қалады. Фарида бастығына келіп, Махир қараның үстінен тағы бір іс қозғалыпты, сот процесін маған жүргізуге тапсырған екен, мен содан бас тартамын деп. Ал бастығы болса, басқа судьялардың қолы бос емес, барлықтарының да жұмыстары басынан асады деп өтінішін қабылдамай қояды. Тұрғыт Кериме ханымға хабарласып, Фариданың жүкті екенін біліп қойды, менен неге жасырдыңыз деген кезде, Кериме ханым да, біз де білген жоқпыз, ертең таңертең Фарида барып түсік түсіреді дейді. Сөйтіп Тұрғыт, менен еш нәрсе жасырушы болмадыңыз дейді. Орхан келіп, ауруханада күтіп отырған өзінің қарындастарымен Айтенге Махирдің 15 жылға бас бостандығын айырылған туралы хабарды жеткізеді. Тұрғыт Белгинге келіп, Фарида әлі 2 қабат екен, бірақ анасымен сөйлестім, ертең ауруханаға барып түсік жасатады дейді. Сөйтіп, Махирдің ісінен тағы бір іс қозғалыпты, Сейіт Дуракты өлтірген туралы сот процесін
Фарида жүргізеді. Сөйтіп Махирді тағы да соттағанда сахнаға сен шығасың, барасың да Махирді құтқарасың деп оған берген мәз болып қалады. Мехмет Сайын Шадоғлы қызына қылмыскердің баласынан құтыласың, ол менің беделіме нұсқан келтіреді, ешкім білместен ертең ауруханаға барып алдырып тастайсың деп кетіп қалады. Анасы да әкесінің сөзін құптап, баланы қалай өсірмекшісің, ертең ол өсіп, әкесі атасын атқанын білсе не болады дейді, сен енді Махирді ұмытуың керек деп. Айтен Неждеттің баласының жаялығын тауып алып, оны иіскеп сағынып тұрады. Фарида Назибакиді көру үшін ауруханаға барады. Оны көріп, ішіндегі қайғы-мұңынмен бөліседі. Маған өте қиын болып жатыр, әке. Мына өмірдегі жалғыз үмітім балам бар еді. Оны да қорғай алмай жатырмын. Енді не істеймін, әке, деп жылайды. Неждеттің қызын көру үшін Айтен казиноға барады. Қызың қалай, не істеп жатырсыңдар деп сұрағанда, білмеймін, мен оны балалар үйіне тастап кеттім дейді. Айтен жынданып оған ұрысады. Ал Неждет, бұл тағдыр ғой, ол да әкесінің тағдырын қайталап жатыр деп күледі. Фарида кеткеннен кейін Сонгүл Илкнұрға оның екіқабат екенін білесің ба дегенде, Сонгүл не істейін, қайғырайын ба, қуанайын ба деп Сонгүлге қарайды. Айтен өзінің агентіне келіп, бір жолата жұмыс жасамаймын деп, яғни ешқашан ән айтпаймын, одан бас тарттым деп кетіп қалады. Сондағы ойы балалар үйінен барып Неждеттің қызын асырап алмақшы еді. Айтен Неждетке барып, жүр кеттік, балалар үйінен барып, қызыңды әкелейік дейді. Ал Неждет болса, мен саған қалай сенемін, өткендегідей қызымыз екеуімізді қуып жібермейсің ба дейді де, маған күйеуге шық дейді. Бұл сөзге өте жынданып кеткен Айтен кетіп бара жатып, бала үшін қайтып келеді, мен келісемін дейді. Бірақ менен ештеңе күтпе, мен тек сәби үшін ғана саған күйеуге шығып жатырмын дейді. Белгин түрмеге келіп, өтіріктен Махирдің халін сұрағандай болып, Фарида баланы алдырып тастапты деп жеткізеді. Ауруханаға баланы алдырып тастауға келген Фарида өз ойынан бас тартады, бірақ бұны ешкімге айтпайды, тек Сунамен ғана бөліседі. Ал анасы әкесіне қоңырау шалып, бәрі бітті, бала жоқ дейді. Суна, құрсағыңдағы баланың әкесін қалайша соттайсың, ол Сейітті амалсыздан өлтірді емес па дегенде, неде болса ол адам өлтірді, өз жазасын тарту керек, Махирді ұмыту үшін көзіне тік қарап осы процесті жүргіземін дейді. Неше күннен бері ес-түссіз жатқан Назибаки де есін жиып көзін ашады. Неждеттің қызын асырап алу үшін Айтен амалы жоқтан Неждетке қайта тұрмысқа шығады. Сот басталып, Аднан прокурор айыпты тарап болып, Махир Хараның Сейіт Дуракты қалай өлтіргені туралы істі оқып жатады. Назибаки есін жиып орнынан тұрады да, маған киімдерімді тез әкеп беріңдер, мен Фаридаға барып шындықтың бәрін айтамын дейді. Сот үкімі шықпастан Махир Харадан соңғы сөзді сұраған кезде, Махир, Алла ешкімді өліммен сынамасын, аналар ешқашан жыламасын және арамзалар емес, әділет орнасын. Махир Фариданың көзіне тіке қарап тұрып, мен мынаны түсіндім дейді. Егер мен жан басам, сен жан басаң, және біз жан басақ, қалай шығар қара түнек жарыққа деп. Айыптаушы тарап Сейіт Дуракты қасақана өлтіргені үшін Махир Хараға өмір бойы бас бостандығын беруіңізді сұраймыз деген кезде, Фарида не істерін білмей 10 минуттық үзіліс деп кетіп қалады. Неждет пен Айтен келіп, осыдан біраз күн алдын бір қызды тастап кеткен едім деген кезде, біз соңғы айларда ешқандай тастанды бала алмадық деп Айтен таң қалып қалады. Назибаки Фаридаға келіп, сол күні болған барлық шындықты айтады, яғни Махир сенің әкеңді атқан жоқ. Олар екеуі ұрсып жатқан еді. Мен Махирді райынан қайтарып, енді екеуміз қайтып бара жатқанда әкең Махирді атпақшы болды. Сол кезде мен баламды құтқару үшін сенің әкеңді аттым дейді. Ал Махир мені түрмеге түсірмеу үшін өзі кінәсін мойнына алды дейді. Фарида, Махир әкемді не үшін атты дегенде, Назибаки, қызым, сен бір шындықты білуің керек. Біз іздеп жүрген аса мәртебелі мырза, ол сенің әкең екен дейді.